Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен круассан дайындайтын боламыз. Ол үшін тостағымызға 200 грамм жылы су, 200 грамм жылы сүт, қант, тұз, ашытқы салып араластырамыз. Бетін жауып, жылы жерге 5-10 минутқа көтерілгенше қоямыз. Біздің ашытқымыз осылай көтерілу керек. Және 2 ас қасық сұйық май, 1 жұмыртқаны қосып, ұнымызды електен өткізіп, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Енді оны тостағымызға салып, жылы жерге жарты немесе 1 сағатқа көтерілгенше қоямыз. Қамырымыз 2 есе болып көтерілді. Ұнын алып, жан-жағынан илеп, жеті бөлшекке бөлеміз. Қамырларымызды доңғалақтап дайындаймыз. Және де бетін жауып 5-10 минутқа қоямыз. Осылай бір-бірден деп алып, мен жақтылап дөңгелектеп жайып шығамыз. Бір-бірінің үстіне қоятын болғандықтан, әрбір жайған қамырымыздың үстіне ұнды қалыңдап жағып шығамыз. Себебі ол өте жұмсақ қамыр, бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Қамырларымызды жайып болдық. Дайын болған қамырларымыздың үстіне 1-1,5 қасықтан ерітілген сары майымызды құйып жағып шығамыз. Бұл майымызды микроволновкада ерітуге болмайды. Бөлме температурасына тұрып өзі еру керек. Себебі осылай қамырдың ортасына жаққан кезде сұйық болған майымыз жан-жағынан ағып кетуі мүмкін. Біздің қатпарлы круассандарымыз дайын дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Сондықтан да осылай бөлме температурасына еріген майымызды жаққанымыз дұрыс болады. Қамырымыз дайын болды. Енді оны барынша үлкен етіп оқтаумен жайып шығамыз. Дайын болған қамырымызды осылай 4-ке бөлеміз және тек осыны кішірек 3 бұрышты етіп кесіп шығамыз. Және де қамырымыздың шетшектерін осылай тіліп шығамыз. Орталарына қойылған сүтімізден саламыз. Азыдан салғанымыз дұрыс, себебі жан-жағынан көтерілген кезде ағып кетуі мүмкін. Осылай орап шығамыз. Біздің круассандарымыз дайын, оны 180 градус қызып тұрған духовкада жарты сағаттан пісіріп аламыз. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен бірге Ақнұр Ерғалиқызы.